Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз өзгеріс ауқымы тақырыбындағы есептерді шығаратын боламыз. Бірінші есеп. 7, 15, 9, 29, 24 сандарының өзгеріс ауқымын табыңыз. Енді жалпы өзгеріс ауқымына тоқталатын болсақ, өзгеріс ауқымы дегеніміз өзі сол жердегі сандық мәндердің ішіндегі ең үлкенінен ең кішісін азайтқанға тең болады. Бұл жердегі ең үлкені 29 болып тұр. Ең кішісі 7 болып тұр. Олай болатын болса, осы ең үлкені 29 санынан 7 санын азайтамыз. Сол кезде өзгеріс ауқымы шығады, ол 22 санына тең болады. Сонда бізде D нұсқасы болады. Екінші, диаграммада 5 жылда автосалондағы машиналардың сатылым саны көрсетілген. Сатылған машиналар санының өзгеріс ауқымын табыңыз. Енді бұл жерде диаграмма берілген. Диаграмма бойынша бізде мына ең кішісі 15-ке сәйкес келіп тұр. Өзі жазып көрсетіп қойған. Төменгі жағында мына жерде де көрсетіп қойған. Енді ең үлкені бізде 21 болып тұр. Олай болатын болса, біз ең үлкені болған 21-ден сол ең азы болған 15-ті азайтамыз. Олай болатын болса, бұның мәні 6-ға тең. Үшінші, тізбектелген 9 тақ санның өзгеріс ауқымын табыңыз. Енді бұл жерде бізге алдымен тақ сандарды еске түсіріп алайық. Тақ сандар дегеніміз ол 2-ге қалдықсыз бөлінбейтін сандар, яғни 1, 3, 5, 7 деген сандар. Енді тақ сандардың мен айталық біреуін таңдап жазайын, мысалы ретінде 3-ті алайын. 3-тен кейін бізде 5 келеді. Тізбектелген тақ сандар болу керек. Одан кейін бізде 7 келеді. Одан кейін 9 келеді, 11, 13, одан кейін 15, 17 және 19. Мына жерде барлығы 9 тақ сан тұр, және бұлар тізбектес. Енді бізге осылардың өзгеріс ауқымын тап дейді. Олай болатын болса, бізде алдымен ең үлкенін аламыз, ол 19. Ең кішісін аламыз, ол бізде 3 болады. Енді 19-дан 3-ті азайтатын болсақ, бізде өзгеріс ауқымы шығады. Ол 16-ға тең болады. Төртінші. С, 7, 5, 79, 12 натурал сандар қатарының өзгеріс ауқымы 78-ге тең. Сандар қатарындағы С санын табыңыз. Енді өзгеріс ауқымы бойынша ең үлкеннен ең кішісін азайтатын тұғымыз. Бұл жерде қарап отырсақ, бізде 79 деген сан тұр. Ал мына жердегі сандар өте аз сандар. Олай болатын болса, 79 бізде ең үлкен сан екендігі айқын болып тұр осыдан. 79 санын жазып аламыз. Содан біз С санын азайтқан кезде біздегі өзгеріс ауқымы 78 шығу керек. Міне, бізде мына С санын сұрап тұр. Олай болатын болса, С-ның орнына біз мына 1 деген санды қоятын болсақ, 78 шығады. Себебі ол мына жердегі сандардың ең кішісі болады. Сондықтан дұрыс жауабы осы А нұсқасы болады. Бесінші. Төменде графикте жүргізушінің Астана қаласынан Көкшетау қаласына көлікпен жүріп өткен жылдамдығы берілген. Графикке қарап жылдамдықтың өзгеріс ауқымын табыңыз. Енді біз графиктен нені аңғаруға болады? Мына жерде мына нүктені қарайық. Мына нүктеге қарайтын болсақ, ол мына жерде 40 км/сағат жылдамдықпен жүрген. Мына жерде болса 60 км/сағат жылдамдықпен жүрген. Мына жерде 80, 120, 80, 100 және мына жердегі жылдамдығы 60 км/сағатқа тең екен. Енді бізде сұрап отқаны мына жылдамдықтың өзгеріс ауқымы дейді. Олай болатын болса, жылдамдықтың ең үлкен мәнін аламыз. Ең үлкен мәні ол мына нүктеде. Сәйкесінше ол 120 санына тең екен. Енді ең кіші мәні мына нүктеде, ол сәйкесінше 40 км/сағат жылдамдыққа сәйкес келіп тұр. Енді ең үлкеннен ең кішісін азайтамыз. Сол кезде дұрыс жауабы 80 деген шығады. Енді модаға тоқталайық. Жалпы мода дегеніміз қандай да бір сандық қатар берілетін болса, сол жердегі ең жиі кездесетін санын айтамыз. Енді мыналарға тоқталайық. Берілген сандық қатарлардың модасын табыңдар. Бірінші қатар. Бірінші қатардағы ең жиі кездесетін сан, байқап қарайтын болсақ, мына 4 деген сан. 4 деген сан себебі 3 мәрте кездескен. Сондықтан осы сандық қатардың модасы 4-ке тең болады. Келесі екінші қатарға тоқталайық. Екінші қатардың сандық модасын табу үшін ең жиі кездесетіндерін таңдаймыз. Олар 10-да 10. 10 2 рет кездескен. Дәл сол сияқты 7 деген цифрда 2 рет кездескен. Олай болатын болса, бұның модасы 2 екен.
7 және 10. Енді үшінші қатарға тоқталайық. Үшінші қатарда ең жиі кездесетін сан жоқ, байқап отырсақ, әрқайсысы бір-біреуден. Сондықтан бұл сандық қатарда мода болмайды. Олай болатын болса, мода кейде бір рет қана болуы мүмкін, болмаса бірнешеу болуы мүмкін, болмаса ешқандай модасы болмауы да мүмкін. Енді ұбт-да кездескен бір есепке тоқталайық. Таблицада айналайын сүт фабрикасының 5 күндегі сүт өндіру көлемі көрсетілген. Литр есебімен дейді. Осы уақыт аралығында өндірілген сүт мөлшерінің модасын табыңыз. Мода деген ең жиі кездесетін сан тұғын. Мына жерде сейсенбі күні 20-ға сәйкес келіп тұр, міне. Дәл сол сияқты бейсенбі күні де 20-ға сәйкес келіп тұр. Ал қалғандар дүйсенбіде 30, сәрсенбіде 25, жұмада 15-ақ. Олай болатын болса, ең жиі кездескен 20 болғандықтан С нұсқасын таңдаймыз. Бірінші есеп. Сандық қатарының медианасын табыңыз. Енді медиананы табу үшін біз берілген сандық қатарды алдымен өсу ретімен жазып аламыз. Енді мына жерде ең кіші сан бізде ол 8 болып тұр. Бірінші соны жазып аламыз. Одан кейін бізде 9-дан 3 бар екен. Сол 3-9-ды жазып аламыз. Одан кейін бізде 11 бар. Алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Енді медиана дегеніміз осылардың дәл ортасында орналасқан сан. Яғни 11 санның дәл ортасында орналасқан, ол бізде 12 болады. Сондықтан дұрысы Е нұсқасы. Екінші, кестеде оқушылардың байқау тестінде математикадан жинаған ұпайлары көрсетілген. Яғни мына жерде бізде жинаған ұпайлар толық көрсетіліп тұр. Осылардың бізге медианасын табу керек. Медианасын табу үшін медиана дегеніміз бұлардың ортасында орналасқан сан. Енді бұларды бір сан алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді 8 санның дәл ортасында сан болмайды. Дәл ортасында орнына 2 сан орналасқан. 26 және 28 деген. Яғни ортасында жалғыз сан болмайды. Бұндай жағдайда біз осы 2 санды қосамыз. Яғни 26 санына 28 санын қосып, оларды 2-ге бөлеміз. Сонда нәтиже 27 шығады. Осы 27 сан деген медианасы болып табылады. Үшінші, шолпан жидектің әр түрінен бірнеше килограмм тосап әзірледі. Төменде көрсетілген диаграммадағы мәліметтерден жидек тосабы массасының медианасын табыңыз. Енді бұларды дәл алдыңғы жолмен шығады, яғни өсу ретімен орналасады. Өсу реті бойынша орналастыру үшін бірінші ең кішісін 5 аламыз. Одан кейін дәл сол сияқты тағы 5 килограмм бар екен. Одан кейін бізде мынау 8, одан кейін 10 келеді, одан кейін 12. Енді бұл жерде 5 бар. 5-тің дәл ортасында тұрған, яғни тақ болғандықтан дәл ортасында бір сан болады, ол 8. Сондықтан бұның медианасы Д нұсқасы болып есептелінеді. Төртінші, X-тің қандай мәнінде мына сандар қатарының медианасы 8-ге тең болатынын табыңыз. Енді бұл медианасын табу үшін біз алдымен былай істейік, белгісіздер болғандықтан. Мынаны бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Бізде барлық 6 сан бар. Егер де 6 сан болатын болса, бұл жерде бізде дәл ортасында бір сан тұрмайды. Яғни 2 сан болады, сол 2 санның қосындысын 2-ге бөлу арқылы табатын боламыз. Енді былай істейміз. 3-ті жазып аламыз. Одан кейін орын тастап 4, тағы орын тастап 11-ді, одан кейін 12-ні жазып алайық. Енді ары қарай бізде вариант бойынша қуған тиімді болады. Мысалы үшін 7 деген нұсқаны тексерейік. Олай болатын болса, 7-ні x-тің орнына қойсақ, мына 3x-іміз 21-ге тең болады, екеуі көбейтілгенде. Сонда бізде мына 7-міз мына жерге келіп орналасады, және 21-іміз мына жаққа келіп орналасады. Олай болатын болса, дәл ортада тұрған мына жердегі 7 мен 11 болып есептелінеді. Екеуінің қосындысы 18, 2-ге бөлетін болсақ, онда 9 шығады. Медиана 8-ге тең болмай қалды.
Сондықтан 7 емес. Енді бірден дұрыс жауабына тоқталайық, ол бізде 5 болады. Сонда біз x-тің мәні 5-ке тең болады да, ол мына жерге келеді. Ал мына 3x-іміз бізде 3-ке 5-ті көбейтсек 15 болады. Ол мына жаққа барады. Енді дәл ортасында сан жоқ, сондықтан біз ортада тұрған екі санды аламыз. Ол 5 пен 11 екеуін қосамыз. Нәтижесі 16. Сол 16-ны 2-ке бөлетін болсақ, медиана 8 болып шығады. Сондықтан дұрыс нұсқасы С болады. 5-ші. Натурал санынан құралған сандық қатар 14 саннан тұрады. Сандық өсу ретімен жазылған қатардың 7-ші мүшесі 20-ға тең, ал 8-ші мүшесі 42-ге тең. Осы сандық қатардың медианасын табыңыз. Есепті шығару үшін біз былай елестетейік. Дәл осындай бізде сандық қатар берілді деп есептейік. Мыналардың ішінде қандай сан тұрғаны бізге белгісіз. Енді бұл жерде бірақ айтқан бізге қатардың 7-ші мүшесі 20-ға тең дейді. Яғни мына 7-ші мүшеміз 20-ға тең болып тұр. Одан кейін бізге 8-ші мүшесі мынау 42-ге тең екен. Енді бізге медиана табу керек. Бірінші мына жерде 14 сан бар. Жұп болатын болса, бұның дәл ортасында бір сан кездеспейді. Сондықтан бұның орта жағында тұрған қатар орналасқан 7-ші және 8-ші сандарды қосып 2-ке бөлу керек. Олай болатын болса, мынау 42 мен 20-ны қосып 2-ке бөлеміз. Сол кезде бізде медиана шығады. Мынау 62-ні 2-ке бөлетін болсақ, 31 деген жауабы шығады.